ұзындығы 100 метрлік және көлденең қимасының ауданы 2 мм квадраттық бір сым және оның меншікті кедергісі 0,028 микроом көтілген метрлік бір сым бар. Енді бұл сымнан егер бір тоқ өтетін болса, бұл сымның бұл тоққа кедергі тудыратын кедергі күші осы формула арқылы табылады. Мынау біздің параметріміз меншікті кедергі дегеніміз, ол мысалы, егер де бұл сым алюминий болса, яда алтыннан жасалған болса, сол меншікті кедергіге байланысты сымнан тудыратын тоқтың өтуіне тудыратын кедергі күшінің саны өзгереді. Ал егер сымның ұзындығы қаншалықты ұзын болатын болса, соншалықты бұл кедергі күшінің мөлшері өседі. Және бұл кедергі ауданға кері пропорционал болып есептеледі. Енді осы формулаға берілген сандарды енгізетін болсақ, жауабымыз Q деген меншікті кедергі 0,028, оның минус 6 дәрежесі ол микроом деген нәрсесі көбейтілген 100 метр бөлінген 2, оның минус 3 дәрежесі ол миллиметрдің квадраты. Осы жерден бізде 0,028 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі бөлінген 2-нің 10-ның минус 6 дәрежесі. Жауабымыз арктен 0,014 10-ның 2 дәрежесі. Ол дегеніміз 4-10-4 омға тең. Жауабымыз Б.